Ассалаумалейкум бауырлар. Мынау жаңғақ терегінің жапырағы, грецкий орех дейміз ғой. Қазір мен өсіп тұрған түрін көрсетейін. Мынаны мен былтыр дайындағам. Міне бір мүшек дайындаған болатынмын. Уже біраз қалды. Биылша жетеді еще. Енді міне грецкий орех міне өсіп тұр алдымызда. Далада жаңбыр жауып тұр. Осымен былайша қояйық. Міне грецкий орех қой. Осының жапырағын қазір енді 1-2 күн әлі де жинауға болады. Тез жинап үлгеріңіздер. Жинап кептіріп қойыңыздар оны. Кепкен кезде көлеңке жерге кептіру керек. Сонда өстіп кебеді. Сосын мынандай простынядан жасалған не ғой, мүшек. Осындай мүшекке салып, салқындап бір жерге осындай навестің астына іліп қойған дұрыс. Бұдан кәдімгі шай қайнатып, бір стакан ыстық суға мынаны уатып, осылай түрінде бір уыс, бір кішкене осындай бір уыстай салып, соған салып қойсаңыз, соны бойын күніне 3 уақыт тамақтың алдында жарты сағат бұрын ішіп тұрсаңыз, бұл керемет нәрсе. Ішінде бұның йод бар, основной, бұны бойын витамин С бар көп. Бұнау адамдардың жаңағы иммунитеттерін күшейтеді. Сосын жаңағы бас тамырларының, ми тамырларының жолын ашады. Общем, былай айтқанда, асқазанға, бүткіл денедегі жара, неше түрлі бәлелердің, онкологический аурулар, диабет, оның общем емдемейтін жаңағы ауру жоқ, былай қарасаңыз. Өте пайдалы нәрсе. Егер сізде беспокоить етіп жүрген бір ауруларыңыз болса, ютубке, гуглге кіріп, листья грецкого ореха деп сұрасаңыз, жазсаңыз, сонда шығады. Сізге бола ма, болмай ма, сол жерден көресіз. Негізі болмайтын адамдар өте аз, а так в основном зияны жоқ. Осыны пайдаланып ішіп жүріңіздер. Сосын бұдан қалай йод жасайды, орехтың қабығын қалай пайдаланады, оны алдыңғы видеоларда көрсететін болам. Қазір енді уақыт кетірмей, анау жапырақтарын жинап алыңыздар, кептіріп алыңыздар. Сосын қыста керек болады сіздерге.